Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Али Кесет және де менің қасымда Әрине Нұрай достар, және бүгін біздер қайда келдік? Әрине біз Турция, яғни Стамбул қаласындамыз. Иә, біздер ең алғашқы рет бірге саяхаттап жатырмыз, және шетелден бастадық оны. Достар, бұл әлемдегі ең үлкен аэропорт екен, біз жаңа көріп жатырмыз. Және де ең үлкендігі соншалық, әлі адасып жүрміз біздер. Иә достар, және де бұл жерде келушілер саны өте көп, турист деген толып жатыр ғой достар. Мынау аэропорттың өзінде сондай. Қазір біз қаласын білмейміз. Қазір сағат Стамбул бойынша 8-ден кетіп жатыр кешкі. Жігіттер амандасып қойыңдар, Қазақстан. Осы жерде оқиды екен Шымкенттің тумалары. Молодец. Мен сумкамды көтеріп келді. От души. Осы жерге жол сілтеп, мына жерде деп. Адаспаймыз, бір районға барадық, короче, Фатихқа. Сосын бөлінеміз ғой сол жерде. Ол жерде қазақ толып шығар да? Толып жүр ма? Стамбулда көп. Көп те? 40 мың ба 30 мыңда қазақ. Мана аэропорттың өзінде келген қазақ толып жүр. Ай, рахмет. Рахмет. Сиямыз бәріміз, көңіл сыйса бәрі сияды. Ал мына жігіттерге рахмет айтамыз. Осы жігіттер неше болды? Ана метродан, аэропорттан бері метромен, түрлі метроның жолын көрсетіп жатыр. Енді, короче, бір остановка бар, мына жерден өтеміз дейді. И потом біздер қонақ үйімізге жетеміз. Ал аман болыңдар, оқуларында от души бітіріңдер, аман есен елге келіңдер. Рахмет. Хабарласамыз, нөмірлеріңіз бар, WhatsApp бар. Хабарласыңдар. Рахмет, ал жолдарың болсын, аман болыңдар. Біздер әлі жүрміз метрода. Түріміз ағып кетті. Аэропорттан біраз жүрдік еще. Аэропорттың ішінде жүрдік. Еще метрода жүрміз. Туннелден. Әлі вообще қалаға шыққан жоқпыз. Иә, әлі қаланы көрген жоқпыз. Біз жердің астында жүрміз. Қараңдар, мына жерлер уже бізге вайп қой, кино болып отыр ғой. Қараңдаршы, әдемі. Біздер қазір мына көшелермен осылай жүреміз. Мына жерде стройка, қонақ үйлер салып жатыр екен. Отель мен кафе көп екен. Мына жерде. Короче, біздер енді қонақ үйімізге барамыз, сосын мыналар тастаймыз. Артында да сумка бар. Сосын сразу тамақ жейміз, қарын ашты. Мынау керемет қой, вайп қой, турецкий да. Мынаны қараңдаршы достар. Барлығыңыз келіңіздер, мынау деген үлкен қала. Енді 20 миллион адам тұрады дейді ғой. Біздің бір Қазақстан, бір қалада тұрады ғой мына жерде. Сұмдық па? Еще туристермен бір 25 миллионға жақындап қалады шығар. Мынаны қараңдаршы, бөлек деймін, бөлек. Мынаны қараңдар. Біз мына жерде отеліміз осы. Осы аралықтарда тыныш деді ғой, короче, район деген. Шынымен тыныш екен. Андай гүбір-гүбір болып жатқан жоқ. Біздер, короче, районда мына жерде 4 күнге алдық. 200 мың теңгеге шықты. Теңгемен. Сосын біздер ертең басқана Галатский башня бар. Сол жақтан қалған күнімізді сол жақтан алатын боламыз. Біздер отелімізге келдік. Енді Нұрай таныстырам дейді. Ал давай, ойбай. Әне сендерге. Кіп-кішкентай, уютный, компактный. Қараңдар. Кіп-кішкентай, бірақ күшті. Кондері бар. Телевизоры бар. Мынау енді бір күнге 50 мың алдық. Бірақ бүткіл жерге жақында. Мынаны қараңдар, мынау диваны. Қайсысына жерде? Чайник, анау, мынау. Қайсысына ванналары. Мына жерде бейті қол жуамыз. Айтпаса да түсінікті ғой. Мына жерге душынандай екен. Короче, арзандау деген аты. Бұдан да арзандары бар, достар. Мынау бірақ новый да. Ремонтын көрдіңдер ғой, қараңдаршы. Кәдімгі подвесной ұшып тұрма, қалай дейді. Сондай унитаздар. Мынау жақсы екен. Мынау да кәдімгі тап-таза, еще 2 шкаф бар. Мына жерде вид қалай екен, соны көрейін тұрмын. Бір әдемесін. Балкон бар ма мына жерде? Қалай ашылады ма? Ойбай. Ол не бәле? Мынау не болып кетті? Нағыра. Кел, нағыра. Бұл күшті балкон шығар деп, террасы шығар деп шығып атсам. Осы жерде ауа жұтасын деді ғой, короче. Халау. Тәшәккүлер. Кеттік, жапты деді ғой. Отельдің қасында тамақ жеуге келдік та. Мына жерде завтрак 1200 лира дейді. Мына жерде енді ештеңе емес. Мына жерде фри бар, қазір қараңдар. Міне фри. Мына фри 230 лира дейді.
3000 теңге ма бірдеңе қой дедік, сау бол дедік. Осымен қайтайын тұрық міне. Міне жоғары қарай кетіп бара жатырмыз. Мына жерде міне тамақтардың барлығы бағаларын жазып қойған. Сразу фриді көресің. Қара 280 қымбат мына жерде. 280 лира сәл анадан арзандау екен. Неше? Мынаны қараңдар достар. Фри 3900. Йо! Адамдар отыр сонда. Мына жерде аштан өлесің ғой, бағасын қараймын десең. Қараңдар іштері, вайптары. Тамақ жеп отыр. Біздер исін иіскеп тоямыз ба? Не істейміз? Мұны биік қараңдаршы, көшеден кете береді. Короче, біздер 2x базаламаны заказ бердік. Күйген дүние күйіп кетсін. Қарым тойса болды бізге. Мынаның ішінде ет пен сиыр бар. Үлкен нан екен. Жақсы екен о деген. Мынандай жермеде жеп отырық, фонтанның түбінде күшті. Аш қарынға әдемі етіп жатыр. Так, қайырлы таң. Біздерде завтрак бар отельде. Короче, мына жерде жұмыртқалар, кофе, чай, әртүрлі машиналары. Мынаны түсінбедім, мынау ащы бірдеңе ғой деймін, походу аджика сияқты ма, мынау сметана сияқты. Огурцы, помидор, тағы біз көрмеген заттар бар, мына жерде мына қап-қара бірдеңелер. Так, еще мынандай колбаса, сыр, әртүрлі заттар қойып қойыпты завтракқа. Содан кейін мына жерде фри мен кәдімгі қайнатылған жұмыртқа. Осы ғой керегі бізге. Мына жерде де бар завтрактар. Бал дейді. Шишек балы. Сосын кілең сондай бірдеңелер ғой деймін. Кілең сондай заттар. Сосын мына жерде фрукты, анау-мынау, тәттілер. Мына жерлерге шықырлатып жейтіндер, короче, сондай заттар. Мынаның ішінде нан, мынаның ішінде ақ нан, қара нан мен ақ нан ғой, короче. Осындай керемет отель. Мына жерде лобби бар. Лоббиге шығуға болады. Короче, бүйтіп мынаны басасың. Міне, мынау ашылады. Терраса ғой, короче, типа летний. Мына жерге шығасың. Мынау Стамбулдың таңы. Әдемі болып тұр екен. Біздерде Қазақстаннан 2 сағат артта, короче. Қазақстанда 10-нан кетіп атса, бізде 8-ден кетіп атыр. Біздер Сүлеймания мешітіне келдік. Оның алдында вид көрінісін қараңыздаршы. Қандай әдемі. Көзің тоймайды ғой маған деген. Қараңдаршы, әдемі ғой. Еще мынау еште емес қой. Наны қараңдар. Наны қараңдар сендер. Қаншама турист жүр ғой. Мынау, короче, Сүлеймания мешіті міне. Қазір ішіне кіріп көреміз. Бисмилля. Сүлеймания мешітіне кіріп келдік. Қараңдар. Мына жерде деген, короче, мынау мазарлар сияқты. Көрдіңдер ма? Себебі мына жерде міне арабша ма, бұрынғы жазуларды көріп тұрмын. Міне. Мынау құлпытастар сияқты. Барлығы былай көп кетіп жатыр, қара. Мына жерде де бар. Мына жерде міне қоршап қойыпты. Мына жерде может қоршап қойғанына қарағанда танымал біреу жатыр, может, балдары ма. Қараңдаршы. Цифрлармен белгілеп қойыпты. 111. Мына жерлерде деген. Енді талай соғыс көрген қала ғой. Ежелдегі адамдар ғой мына жерде. Сұлтандардың жатқан жеріне келдік. Қараңыздар. Рабия сұлтан дейді. Мына жерде Сұлтан Ахмет хан. Балдар болып тұр ғой. Мынау Сүлеймен хан сұлтан. Мынау Кануни сұлтан дейді. Мына жерде қыздары. Мехримах па? Салиха. Төбесі. Сұлтандар жатқан жерлер. Бұл жерде міне Хюррем сұлтан жатыр. Хатуны ғой да, жаңа сұлтанның. Содан кейін әйелі. Шехзаде Мехмет, сосын ханым сұлтан дейді. Осындай жатыр екен. Мехмет Сұлтан Селим'in баласы. Süleyman'ın balası başka yerde. 1 kilometre yukarıda. Şehzade Mescidi var. Orada. Mehmet, Cihangir.
Rüstem Paşa. Aa, Bunlar üç maçka. бәрі әр жерде жатыр екен Bunun да? babası Selim. Annesi Nurmağan. Мгм. Жоқ, шерсе де. Bu da Hatice Sultan'ın kızı. Мгм. Babası İbrahim Paşa. Мгм. Осы жерде жатыр ма или? Tabii 2 metre altta. Астында ма? 2 metre. Я, 2 метр жерде. Жақсы. 2 метр жерде жатыр екен. Астында бетондап тастаған. Міне. Осындай күмбезі. Сүлеймания мешітіне кіреміз. Мына ауласы екен. Туристерге арнап ашып қойған. Я бисмилля. Бұрын енді кезінде деген күшті мешіттердің бірі болған ғой мынау. Осман империясы кезіндегі Сүлеймен Сұлтан кезінде міне ішіне де кіруге болады екен. Өте ғажап мынау. Қараңдаршы. Мына күмбезі. Биіктігін қараңдар. Короче, біздер Аяз София мешіті мен Сұлтан Ахмет мешітіне келе жатырмыз. Түнде біз Нұрай екеуміз үш жерме жүрдік қой, білесіңдер ме? Адам жоқ еді. Қазір қараңдар. Йо, очередті қара. Мә, кіру үшін очеред екен, прикинь. Йо. Ал саған керек болса. Адам турист көп қой мына жерде деген. Сұмдық ай. Бүгін онда кіре алмайды сияқтымыз ғой да? Жоқ, кіре алмаймыз. 150-200 метр очеред тұр, көріп тұрмын мен. Иә, біз деген жаңа Сүлеймания мешітіне кетіп қалдық та, таңертең ерте. Йо! Адамды қараңдар сендер. Мынаны қараңдар. Мына очередті көрсетсем қазір. Адам көп. Баламен де жүр ғой. Масқара. Мынау, короче, Айя София деген міне осы ғой, қателеспесем. Осыған кірушілердің кезегін қараңдар. Міне, мына жерде кіреді екен. Мына жерден бастайды. Мә, ар жаққа кетіп отыр ғой. Шо! Бәрі кіргісі келеді. Масқара ма? Шо! Ана тұрыстарын қара ар жақтан. Мына жақтан жартысынан кіріп кетіп отыр екен адамдар. Мына жақтарды қараңдар. Йо! Мынаның бәрі кезекте тұр, прикинь. Мына Айя София мешітіне кіруге, қазіргі мешіт бұрын храм болған дейді. Короче, бүгін біз кіре алмайтын сияқтымыз. Ерте келмесек, что-то бүгін шанс жоқ. Мына очередтің кезегін қараңдар. Ары қарай кетіп отыр ғой. Ішіне бірдеңе қосып та береді екен, қараңдар. Андай, мынау деген йогурт па, бірдеңе қосып береді. Короче, достар, мынандай семит алып алдық жаңа кісіден. 70 лира болды екеуі. Мынаның ішінде еще не бар? Сыр бар. Сыр бар екен. Мынандай өзі еще түсіп жатыр. Мынандай дәмін көретін боламыз. Ал мына жерге кіруге бізге пока шанс жоқ сияқты, себебі мына очередті көрдіңдер ғой, өте көп. Топкапи сарайына билет алайын тұрмыз. Очередта бір билет 24 мың, яғни 24 теңге 1700 лира екен. Артымызда не Топкапи сарайы тұр. Қазір біздер міне қараңыздар, мынандай жерде очередтамыз. Мына касса. Ана Топкапи великолепный век па? Сұлтан Сүлейменнің киносын түсірген сарай, қазір соған кіреміз. Міне достар, біздер Топкапиге билет алдық. Қазір сарайдың ішіне кіреміз. Қараңдар, жап-жасыл бұл жақта деген. Әлі көктем болып тұр ғой. Күздің ең соңғы айы болса да, әлі жап-жасыл. Мына қараңдар, қандай керемет сарай. Мына жерден аудио гид алдық. Қайсы аудио гидың? Міне, мынандай аудиоге тегін екен де. Тегін, бірақ паспортын беріп кеттің ба? Паспортыңды беріп кетесің. И біздер міне кіреміз мына жерге. Мына жерде талай соғыс болған жерлер ғой. Қараңдар, төбеден садақпен атады. Күшті да, исторический. Кәм, серьезно бұрынғы қақпан ба мынау? Қақпаны қарай.
қара темір ғой кәдімгі, қара темір, прикинь. Ал Нұрай, мына фильмге тойып алған. Мына осы жерде великолепный век дегенді түсірген дейді Сұлтан Сулейманның. Бірақ мен өзім көрген жоқпын. Бірақ Нұрай көрген. Жап-жасыл екен, қараңдаршы. Ал бірінші есікке кіріп бастап жатырмыз. Мына жерде не бар ал? Мына бұрынғы замандағы ұстаған ыдыс аяқтары ма? Тап-таза ғой, өтірік сенбеймін мен. Тиген де бірақ қараңдар. Именно сол замандағы ыдыстар ма екен? Біздің қазіргі ыдыстар сияқты онда бар деген. Тап-таза. Жинап, енді краскілеп қойған шығар да одан бері. Қара, краскіленген аналар деген. Міне. Осыны ескі заман десе болады. Міне, осыған сенем мен енді мен. Міне, мына жер жазылып тұр, қараңдар. 1774 жылдар ғой. Йо, кілең ыдыс аяқ музейлері кірген сияқтымыз ғой. Міне, табақтарды қара. 1071 жылдар дей ма? Қазандары ма? Мына қара, сүзгіш бірдеңелері, астар тесік-тесік екен. Мына пышақтарын қараңдар. Көп мына жерде өтіп кеттік жаңа. Қасық, вилка бәрі бар екен, оларда өтіп кеттік. Ыдыс аяқтары. Но не дейсің? Мына қара, ет тартатындар ғой. Фарш жасайтындар да, ол кезде де болғанда, ұн тақтайтын бірдеңе ғой деймін. Тесік қасықтарын қараңдар, бұрынғы кезінде қолданылған. Лазар жоқ. Мына не, дастархан ба? Йо, үлкен екен достар, қараңдар. Үлкен ол деген бір кілем сияқты болып жатыр ғой. Сол кездің ыдыс аяқтары ғой. Кино түсіргенде осыларды қолданған шығар да, может. Шынайы болу үшін. Міне, өйсіп отырған ғой кезінде тамақ жеп. Мұнандай осы билер, ақсүйектер. Көп екен достар, мына жерде өтіп кетейік онда біз. Қасық, вилка бәрі зат бар. Бөлме кіре бересе екен. Басқа жерге барайық. Действительно, бір күн кетеді екен ол. Біз әлі арғы жақтарына барған жоқпыз ғой, қара, мына жақтарын бәрі кете береді, бөлме кіре бересіз. Мына жерде киімдері ма, бірдеңелер екен, қараңдар. Мына киімдер үлкен болғанда, қараңдар, жалпақ қой. Сол кездегі киімдер, көрпе сияқты ғой деген. Мына аяқ киімдер енді біздің размерлер екен. Нағара. Мына жерлерде бәрі жазылып тұр, мысалы. Алардың көйлектерін қара. Қандай үлкен. Көрпе ғой шынымен ол деген қазір. Тюрен дейді. Осылай оқып алсаңдар болады, жазылып тұр. Ал мынау ежелде сол ғасырдағы ағаш сияқты ғой қалған. Сонда да әлі жапырақтап тұр екен. Қараңдар, қалай. Қураған ағаш қой кәдімгі. Ана араларды қара. Ана жерде ара тұр. Көлеңкеде. Ясын қараңдар қазір сіздерге көріне ме екен? Көлеңкеде тұр, короче, иә. Аралар ұшып жүр ғой. Ой, шағып алып берекетті алар. Кетейік. Так, біздер енді мына бөлмеге кіреміз. Қытайлар, кәрістер бәрі жүр ғой жерде. Неше ұлт бар, сол ұлттың бәрі жүр. Так, енді мына жерде қылыштар сияқты. Сол кездің алтындары ма? Қараңдар. Қаншама теңге екен ол. Sorry. Қайшыларын қараңдар. Бір түрлі де. Мен тырнақ алсаң қалай болады екен? Кейс болады сияқтысың қолыңыз. Кітапты қараңдар. Үлкен де кітаптары. Алтын ғой, еще сырттарын қараңдаршы. Құран кітаптары. Мына жерде сол шихолы қара, кітаптар салатын. Айна болып тұр да бұлай.
Былай ашық та, мына жер. Қылыштарын қараңдаршы, баяғы қылыштар. Мынандай сарайдан шығатын бір террасы бар екен, қараңдар. Андай әдемі террасы. Бірақ бұл жақтың видін көрсеңдер сендер. Көзбен көру керек қой мына жерді деген. Мына қараңдар, Стамбулды қараңдар. Жақындатайын қазір. Босфор ғой мынау деген. Қараңдар, қазір суретке түсіп жатыр, мына жағын көрсетейін дедім. Мына қараңдар. Әдемі да. Жел екен мына жер деген кәдім. И потом мына жерде де қазір атына суретке түсіп болсын. Sorry, sir. Мына қараңдар. Аха. Мына қараңдар. Короче, біздер Топкапидің ішінде тағы бір сарайына кірдік. Қараңдар, мына жерде отырғыштары, төбелерін қараңдар. Потолоктар ол кезде алтын ба бірдеңе ғой. Мына енді сұлтандардың нелері ғой. Қараңдар, мына жерде қол жуған аржа туалет шығар. Қараңдар, есіктері деген 3 метр ғой, биіктіктер. Мына жерде де жиналыс отыратын жерлері. Үй-ау деймін, походу, міне Сұлтан 2 Махмұд дейді. Міне Сұлтан 2 Махмұд. Бұл жерде де бір бөлмелері, жалюздері, потолоктары күшті де. Кіруге болмайды екен. Мына жерде отырған Сұлтан Махмұдтың үйі болып тұр ғой, осында Топкапиде. Қараңдар, потолоктардың бәрі бірдей болған. Өзі жатқан жерлері бар шығар, үлкен екен ғой. Сыртынан кішкентай ма десек. Қараңдар, мына жерде ас ішкен. Ас бөлмесі мынау. Мынау холл. Так, міне. Мынау холлы аржа білмеймін, не бөлмесі бар екен. Бірақ есіктері не дегенмен 3 метр. Мынау вообще потолок 5 метр ой деймін. Міне 3 метр. Ана 4,5 ба. Сонда бойлары да биік болған ау деп ойлаймын есіктер. Бірақ ол кезде хандардың есіктері де осындай әдемі биік болған ғой. Мына жерде бір бөлме тағы. План бұл жерде ондай планировка жоқ қой, тек сала береді. Мына жерде не алтын дейді осы жерлер типа. Кезінде күшті болған қара. Әдемі. Мына жерлерде отырған ғой. Қош келдің. Айта бер, ойымың болса. Ар жақта да бар екен. Қараңдаршы. Қандай әдемі. Көз сыймайды ғой. Мына жерде де тағы бір бөлмесі. Иістер бар ғой. Қандай шынымен сарайда иісі ғой, білмеймін бір. Өзгеше иістер шығып тұр ғой. Күшті екен, айнаны қарашы сен. Әдемі екен. Еще бақиламен кіресіңдер. Мен танисың ба? Танымайсың ба мені? Короче, мына жерді кинодан көргендер болса, мына жер есінде дейді бәрінің. Нұрай айтады. Мына жерде жаңа Сұлтан Сүлейменнің әйелдері отырған, жатқан жерлер дейді. Тапчан ғой, қараңдар. Күшті қараңдар. Осы дәл осы жер кино локацияда бар ма? Қараңдар, төбесінде де қарап тұра ма? Әдемі да. Қараңдар достар. Міне типа келген ғой Сұлтан Сүлеймен. Кете беретін аң ішінде адасасың ғой. Алтын жол? Осы жолмен барған Сұлтан Сүлейменға. Маған достар гид керек емес. Короче, менің гидім Нұрай ғой, айттым ғой жаңа. Так, мына жерде алтын жол деп аталады екен. Мына Хюррем, яғни сұлтанның әйелі ғой да. Сол осы жолмен жүрген екен. Мына төбесін қараңдаршы. Көзге үлкен де, камера кішкентай болып тұр. Бояған ғой, иә. Терезелері. Екінші этажы бар. Мына жақта адамдар тұр ғой. Гид жасап отыр ойдым. Мына жерлерде отырған ғой сұлтандар.
Сондай сарай. Күшті де. Так, енді мына жерге кіреміз. Ол деген сұмдық. Есіктерін қарашы, кәдімгі. Ұстап алайықшы. Арманда кетпес. Киносын көргендер достар, естеріңізге түсіп жатыр ма? Валиди Сұлтан дейді. Сұлтан Сүлейменнің мамасы. Мынау сол туалеттері қараңдар. Дәрет алатын жерлері ма? Не? Суға түскен жер ма? Міне душ екен мынау. Хамам. Суға түсіп шомылған жерлері ғой да. Күшті мынау. Мынау қара. Мынау да типа сондай туалет болған ойдың баяғыда. Әйнекпен жауып қойды. Мына жерде қолын жуған неге төмен жуады да бұлар? Еңкейіп жуа ма? Биік емес та. Мына жерлерді ара. Кальян чеккен ба, бірдеңе болған ғана шоқпен шашлық пісірген ба или. Мына жерден де сарайдан да вид көрінеді екен. Қараңдар. Галатский башня. Ертең оларға да барамыз бұйырса. Мына влог 1 сағаттай болатын сияқты, 1 сағаттан да асып кетуі мүмкін. Мына жерден, әй балалар, кіріңдер, сұлтан шақырып жатыр деген ғой. Ойнап жүреді мына жерде. Күшті де сарай деген. Сарайдың ішінде сарай ғой. Маңғара. Өте үлкен сарай деген достар. Бір талай квадрат метрді алып жатыр. Интернеттен іздеп көріңіздер. Топкапи сарайы деп. Қараңдар, қандай әдемі. Көзбен көру керек тек бұл жерді. Ал достар, мына жерді қараңдар. Мына сериалдарда көретін едік қой. Қараңдар. Жел екен мына жер. Бірақ әдемі қараңдар. Қазір біз 90 минуттық мынандай кемелерге мініп, барлық жерін аралайын тұрмыз Стамбулдың. Короче, достар, біздер арттағы кемеден түстік жаңа. 1,5 сағаттай айналдық. Енді, короче, біздің қарнымыз ашты. Балық экмек жегіміз келіп тұр. Сол енді мына жақта деді, қазір көретін боламыз. Күнде ашық, қараңдар. Бүгін погода нағыз серуендейтін погода болып тұр екен. Тек балық экмекті табу керек енді. Келең, мына жерде смит көп екен. Смит деген жаңа. Міне, нандар. Әр жердікі әр түрлі екен, бірақ дәмдері бөлінеді екен бұлар. Біреуінде тұзы бар, біреуінде тұзы жоқ. Смит жейтін болсаңыздар, достар, ішінде жаңағыдай балы бар, бірдеңесі бар, майонезі бар, сондай жеңдер. Сол өте жақсы. Міне балық магазин ғой. Осы жерде міне ис шықты ғой балық магазиннің. Міне, бәрін жеп отыр. Шақырып отыр бізді. Келің дейді. Вот, достар, міне балық магазин. Балық кафесі деген. Міне. Балық экмек. Аламыз ба? Давай. Екеуін бәрі. Қараңдар, қалай жасап жатыр. Дайын тұр екен ғой, да? Короче, достар, мынандай коланы 50 лираға, балық экмек дегенде 150 лираға алдық. Короче, біреу 150, 200 болды ғой. 200, 350 лира болды. Ішінде жуамен.
Короче, пиязбен балық екен қуырылған. Экмек деген осы екен, ал. Нұрай, ұнатасың ба сен өзі? Жеп көр енді, бисмилля деп. Так, бір кол алдық, короче. Жеп көрейік, достар, енді алып көрейік. Дәмі қалай екен. Менікі де сондай ма? Маған кішкене салат бірден қосқан екен. Екеуміз екі жерден алдық. Қалай болады екен, көреміз қазір. Нұрайға өтпет. Маған болады енді, жей береміз ғой, шүкір. Енді бір нормальный тамақ жейтін жерге барғымыз келіп жүр, бірақ қазір енді қарын ашсын. Ол үшін тағы да бір жаяу жүруіміз керек. Сосын қарын ашады. Сосын бару керек, бір барсақ кешеге енді ғой, фри 3800 теңге. Сосын қаштық қой, енді неде болса Стамбулға келдік қой. Бір рет жейік деп отырық. Анау өткенде кафелер ғой, білесің ба? Отырып жейтін, мына жерде кафелер бар, айтпақшы достар. Қараңдар. Теңізге қарап отырып жейсің міне. Барлық кафе мосттың асты. Мысалы, мына жердің бағаларын көрейік. Фриді қаратек, фриден қарасаң болды. Балық екмек екен жаңа жегеніміз. Кетіріп саған, мынаны жеп көру керек енді. Осы күшті болады. Донер сияқты ғой, шаурма сияқты. Короче, мына жерде, міне фри. Кетіріп сапты бағаларын. Жүр. Асқасын көрейік. Жоқ. Қайда? Жібермейді достар, көрдіңдер ғой. Көрдік қой. Жедік қой. Жедік анаяқтан. Иә, өйс түсіндірмесең болмайды енді. Так, балық екмек 150 лира деп, мына жерге де жазып қойды. Мына жердің бәрі қараңдаршы, күшті. Әдемі жерде орналасқан. Қараңдар. Міне, бағасын көрейік. Қарат, өзіне тарттырып жатыр. Өзіне, міне қара. Riba lavaşa. Жедік. Riba sandviç. Алсын, бұлай oldu. We have a soup. Riba soup and the salad. Картошка фри 150 лира, да? Қанша болады? 150 лира. Little bit big. One person is here. 10% па еще? Look here, we have a shrimps, we have all kind, meat. Кешегіден арзан сияқты, да? Или сондай қымбат па? Кешегіден арзан екен. Oturun bakın. Buyur. Жоқ, қандай тамақ бар? Тамақтардан. Hangisi? Adana kebaplar yok mu? Adana yok. Var mı? Adana yok, şey var. Köfte var, tavuk var. Bunlar. Bir de balıklar var. Bak bunlar. Kebap, et. İyi. Böyle oturun, ben yardımcı olayım size. Oturamıza çok. Biz aynalıp geldik қазір. Bunlar hepsi balık restoranı. Bәр сондай ма? Hepsi balık restoranı. Қазір келеміз. Ой, Allah, бұлар жібермейді, бәрінде сондай. Мынаның тамақтарын көрейік енді. Қараңдар. Кілең балық қой мына жерде, балық олайды ғой, сосын сатады көрдіңдер ме, пісіріп. Фри 250 лира екен, ойбай. Қымбат екен мына жер, жаңа жер арзан екен, 150. Так, We have fish and meat. You like fish or not? Жоқ. Ne yok? Fish. Riba есть, мясо есть, все есть. Фри мына жерде 170 екен, да, фрилер. Это загрузки есть, мидии есть, ойстер есть, салат есть. Ты рыба хочешь или мясо? Мясо, Адана кебаптарын қайда? Var abi, köfte kebap Kayısı? var, Urfa kebap var. Аналар ма? Cüce 500 kebap лира, var. йо. Skidka yaparım. Қандай Bak, bu скидка? 400. İdireyim? Bu da 400. 400. Там 500 dolar. 500. Ben skidka yaparım indi. Combo da? Kartoşka есть, рис есть, салат есть, все. Очень хорошо. 400-ге бересің ба? Evet abi. 400-ге? Evet. Evet. Қанша 400? 7000 теңге мынау. Kazakistan. Казахстан, иә. Мынау 7000 теңге болады. Мынау да 400, да? Evet. 400-ге бересің. Abi, 7000-ға. excuse me. А? Можно мясо, это меню есть. Меню ма? Отыр деп тұр ғой бізге. Жейсің ба енді сонымен? Кетеміз ба елең? Мен де тойдым, онда жемек қояқ жүр. Қазір келеміз онда. Онда аржана барудың не қажеті бар? Кетейік обратно онда. Айналайық, қарын аштырайық. Давай. Біздер тағы да манағы жүрген жерімізбен жүрейін дедік. Яғни түнгі Стамбул қандай екені қазір көретін боламыз. Қараңдар. Біздің қонақ үй мына жақта, Фатих районы. Енді біздер қазір жағалауға келдік, манағы портқа мінген. Енді сол жерден қазір түнгі көріністі көреміз. Ар жақта уже көрініп тұр, қараңдар, Галатский башня, үйлер қазір мына жерде
Манағы балық экмек жеген жерлеріміз бар ғой, мост бар, тамақтың бағасын сұраған. Енді о жерлерден қазір арғы көріністі көрейін деп тұрмыз. Қараңдаршы, уже мына жерден, ой, мына жерде әдемі мост көрініп тұр екен, бірақ мына жігіт тұрып алыпты, аңғараңдар. Ертең о мосттың районынан қонақ үй алған кезде барып көретін боламыз. Түнгі мешіт қой, қараңдар, әдемі болып тұр. Сосын ар жақта мана біздің көрген Сүлеймени мешіті, әне арғы жақта тұр. Енді оған қарсы мына жақты қараңдаршы. Мынау, короче, біздің жаңа кемеге отырған жеріміз ғой. Еще ана мостаса тамақтарды сұраған кезіміз әдемі болып тұр ғой. Енді камера ала алмайды, барынша алып тұрғаны көзбен, бірақ әдемі ғой, мынау деген тамаша. Қараңдаршы, ана мостты жақыннан көргім келіп тұр, барамыз бұйырса. Сол кезде көрсетемін. Ал біздер келесі күні Айя София мешітіне келіп тұрмыз. Яғни мына жерде ремонттар жүріп жатыр. Кеше біз ар жақтан Топкапи сарайына кірген болатынбыз, естеріңізде болса. Енді, короче, ана очередті қараңдар, сағат 9-да келіп тұрмыз. Ана билет алу үшін 25 лира екен. Сол билетті алайын деп тұрмыз. Қазір біздің артымызда да очеред, алдымызда да нормальный очеред қараңдар. Өте көп. Көрдіңдер ма? Ол үшін бір білмеймін, 8-де ма келу керек сияқты. Бірақ 8-де жұрттың бәрі завтрак ішіп жатады ғой, сол кезде келу керек. Так өзің де ішесің да, бірақ завтракты. Сол үшін айналып қаласың да, осындай болып. Болады енді, шүкір, тұрамыз қазір бір 40 минутта өтетін шығармыз. Ал достар, біздер кірдік ішіне. Қараңдар, мынау ескі жолдары. Тағы да қазір біраз жүретін сияқтымыз ішінде. Қараңдар, қандай жұқа тастардан жасаған ғой, қажап. Қараңдар, күшті де. Мына бұрынғы терезелері, мынау енді бұрын кезінде, яғни византийский ма, солар әскерлер кезде бұл храм болған шіркеу да, яғни храм шіркеу бір ма өзі. Короче, сондай болған. Содан кейін Осман империясы ма, сол соғыс ашып, бұл жерді басып алып, содан кейін бұны бұзбай, дәл осы қалпында тұрып, мешіт қылып жіберген ғой. Сондай бір тарихтары бар. Жаңа Топкапидің дәл қасында кешегі көрген сарайымыз бар ғой. Өте үлкен. Өте үлкен доса. Көрдіңдер ма? Ар жағынан да қарауға болады екен. Мынау полный балкон екен ғой бұлай. Адам қарап тұр. Мені түсір деп тұр ғой. Қатай болған ғой. Мұрт сал болған да мыс. Түр оң қараш. Көрдің ба? Қатай болған, типа мені жерде. Мені бәрі құрмет дейді деп. Таза мрамор дейді, прикиньте. Мынау кәдімгі таза мрамор. Қараңдар. Қара, тұз сияқты ғой бір материал деген. Кәм таза мрамор деген мынау екен міне. Достар, біз жаңа София мешітіне кіріп шықтық. Өте күшті екен, маған ұнады. Енді бұйырса Сұлтанахмет мешітіне кірейін деп жатырмыз. Біздер міне Сұлтанахмет мешітіне келе жатырмыз. Талдардың артынан көрінбей тұр. Бұл да үлкен мешіт. Короче, бұның 6 башнясы болған кезінде. Қате салып кеткен ба, сондай сосын 7 башня болу керек деп. Сол кездің сұлтаны салыңдар деген ғой. Қателеспесем, солай естідім. Жаңа Меккедегі мешітті 7 минарет қой, мынандай, короче, башнясы да ұзын-ұзын. Сондай болсын деп, короче, солай тапсырма берген екен. Мына негізі 6-ауын салып қойып, қателескен дейді. Енді 7-шісін міне достар салып жатыр, көрдіңіздер ғой. Стройка болып жатыр. Және сосын жаңа Айя София мешіті міне артымызда тұр ғой. Сода да әне қарап отырсаңдар, салынып жатыр сондай. Міне достар, мына жерде ағылшынша түсінетін болсаңдар оқуға болады. Қате айтпасам қараңдар. Дұрыс сияқты міне, яғни Меккедегі мешітте 7 минарет болған, походу, міне Меккені көрсетіп қойған ғой. Сол мына мешітті де сондай қылып істең деген ғой. Сосын осындай минареттің міне суреттер тұр. Походу, осы жерде солай жазылған шығар. Паузаға қойып оқып алсаңдар болады. Содан кейін біздер қазір ішіне кіреміз. Кәм әдем. Міне мынаны салып жатыр, достар, көрдіңдер ма? Кезінде мынаны салғанда мынау әдем болып тұр ғой.
Мына жерін салмаған ғой, бір түрлі болып тұр қара. Енді салып жатыр. Ал міне достар, Сұлтан Ахмет мешітіне кіріп келе жатырмыз. Аяқ киімімізді шешеміз. Бұл жерде. Вау, мынаның іші деген енді. Қараңдар. Не деген үлкен мынау. Ескі мешіттердің бірі ғой бұларда енді. Көрдіңіздер ме? Ал достар, короче, біздер Seven Hills деген ресторанға келе жатырмыз. Қараңдар. Террасадан қалай көрінеді. Мына жерде, короче, чайкілерге тамақ береді екен, көрдіңдер ме? Міне. Күшті. Абайла келді әне өстігіңде. Уже сразу алып кетті ғой. Үлгермей қалдың ба? Еще тегін ба? Жақсы екен де? Күн айдым, мәрәба. Аха. Көрейік ал. Достар, қараңдар. Ой, сразу алып кетті ғой мұны? Ашық қой олар ай. Ие? Ал достар, фри берейін деп жатырмын чайкілерге. Сразу алып кетеді ғой, прикинь. Қазір біздер мына Нұсрет деген атақты повар бар ғой, соның ресторанына келіп тұрмыз. Кіріп көретін боламыз. Тамақтарын жеп, бургерін жейміз ба деген ойдамыз. Қараңдаршы, ресторанның өзі бір ескі бір сарайдың ішінде орналасқан. Адамдар толы, және де бұл жақта деген өте керемет персоналдар екен. Көбі, тек официанттар көп екен мына жерде. Әр столға бір официант қой, қараңыздар. Толтырып қойған. Нұсреттің өзін шақыруға болады. Ол 2800 лира екен. Ол 2800 лира деген примерно бір 30 мыңның үстінде әкеліп стейгіңді турап, тұзын сеуіп береді екен. Бірақ біз оны шақырған жоқпыз. Біздер 2 Нұсрет бургеріне заказ бердік. Ал достар, алдарыңызда 14 мың теңгенің бургері. Қараңда. Осылай қылып әкеліп береді. Мынау Нұрайдікі. Короче, достар, Нұсретті шақырған. О, салам алейкум. О, рахмет. Өзінің стейгін турап жатыр. Қараңда. Еще қазір тұз себеді ол. Ал біздер Стамбулдың бір шетінде орналасқан Аква Флория дейма, сондай бір терцияға келдік, яғни мына жерде местный түріктер барлығы жүрген. Бұл жерде еще аквариум бар екен, оны да кіргізіп көрсетіп атса, қарайтын боламыз. Ал кеттік ал, бұлай қарай жүрек, адам көп өзі ішінде деген. Яғни қараңдаршы, террасасы бар, мына жерде бүткіл түріктер тамақ жеп отыр. Ұзынан кетіп жатыр, бос емес еш қайсысы. Мына жерде мынандай стадион сияқты, типа террасасына қарап отыратын жер бар, қараңдарына. Теңізді қарап отырып болады. Осылайны. Өткен кемелерді қарап болады. Қараңыздар, төбеде самолет келе жатыр. Кішігірім самолет екен. Вот осындай керемет табиғат. Қараңдар, мына жерде паромдарды көрдіңдер ме? Өте көп. Тауар деген айналымы жетеді ғына. Стамбулда деген. Йо, мына қараңдар. Таспаққа жүр. Әдемі. Төменнен көрейікші, мына қараңдар. Скат, міне таспақа. Әдемі де. Акуланың кішкентай акулалар жүр. Теңіздің астынан әкелген ғона. Иіс шығып тұр, көрдің бе? Андай шіріген балдырдың иіс шығып тұр. Прикинь. Ара.
теңіздің астында қалып қойған кеме ғой мынау. Мынау темірін қара. Мен соны әкеліп қойған мына жерге. Біз Антарктидада жүрміз. Осындай мұз ұқсат жасап қойған. Кәдімгідей төбесінің бәрі мұз, еще сап-салқын ғой ше деген. Ар жақта ысылап келе жатыр едік. Жақсы болды, ана пингвиндер жүр. Салқындап алайықшы. Ана балық бітпейді. Балық бітпейді, кете береді екен. Мына жерде де тағы балықтар. Қараңыздар, мына балдарға тап тұрмайтын жер екен, мына жартастар. Мына жерде пингвиндер жүр. Көрініп тұр ма? Пингвиндер отыр. Масқара жүзеді ғой олар деген. Жылдамдықтарын қараңдар. Ұшып жүр ғой. Алан қара. Ал мұны бітер емес. Мына жердің бәрі су төгілген бе бірдеңе. Джунгли қылып қойды оның ішін деген. Сұмдығайдан қараңдар. Мына жерде де балықтар әлі біткен жоқ. Түрлі түсті балық көрдік қой. Әлі біткен жоқ. Көрдіңіздер ме? Астында да мынандай ақ балық көрдіңдер ме? Мына қараңдар. Аппақ балық. Мынау бір терц емес, бір білмеймін. Кәдімгі Амазонкада жүрген сияқтымыз. Қараңдар. Еще су шашып, вайып жасақ қойған ғой, исін қара. Күшті кәм. Орман қылып қойған, исі де орман. Көрінді ма? Бамбук ағашын қара. Бамбукты да екіп қойған. Тамам? Өтіп кетек. Кәдімгідей. Су шашып саған ғой жердің бәріне. Қараңдар, кәдімгідей джунгли қылып қойған аның ішіндеген. Тастарды әкелген. Иісі енді бар ғой, әңгіме жоқ. Орманды кәдімгідей сезіндіреді мына жер. Бүткіл зат орманнан келген заттар ғой. Қараңдар, кәдімгі шынайы ағаштар ғой орманда жататын. Аны су шашып, кәдімгі шынайлы қылып қойған ғой. Біздер қазір Балат районына келдік. Атақты Инстаграмда хит болған түрлі түсті үйлер. Қазір қараңдар. Мына жерде міне түрлі түсті үйлер. Адам көп. Қазір көрейік. Сосын мына жерде баспалдақтар бар. Түрлі түсті. Содан кейін бір кафеде зонтиктер болу керек достар. Осындай жер екен. Биік қараңдар. Мына жердің өзін кәдімгі туристер келетіндей қылып жіберген ғой. Көрдіңіздер ма? Қандай әдемі. Бірақ жоғарыға қарай көтеріле бересің. Кәдімгі шаршатады да. Әби, есімің кім? Атың кім? Короче, баспалдақтар. Содан кейін стеналарды бірдеңелеп жасап тастаған. Адам көп. Инстаграмдағыдай, типа, реальность ожидание болады. Мына қараңдар. Так, өтіп кетейін қазір. Түрлі түсті баспалдақтар. Және де флагтар. Мына жерден ондай не бар? Стеналар түсіп қойған. Қараңдар. Сосын, короче, мына жерде мысықтарды қойып қойыпты. Мына жердің бәріне светной, типа, ана жерге дейін жасаған болды. Көрдіңдер ма? Мысықты ұстай бер дейді. Қорқпа дейді. Біреу түсіріп тұрған қалай кетті. Біздер осындай әдемі жерге келдік, жаңағы баспалдақтардың қасында бір кафе екен, өзінің заттарын сатып жатыр. Сатып алып кіруге болады дейді ары қарай. Біз лимонад алдық 1400 теңгеге. Вот сол лимонад үшін кіріп бара жатырық қой. Қараңдар, мына жерде машинамен суретке түсуге болады екен. Көрдіңдер ме? Сосын мына жерде былай
Бұлай отыруға болады екен, көрдіңдер ме? Тапчандар жасақ болған, светной қалып. Вот осы светной тапчандардан мына жерде отыруға болады. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі. Осы үшін жұрттар келіп жүр ғой, Инстаграмнан көріп алып. Осы жерге келіп жүр. Бизнесті жақсы жасақ қойған. Міне достар, осылай, Балат районын аяқтадық. Инстаграм суретке түсетін жеріне суретке түстік. Адамдар өте көп екен, көрдіңіздер ғой өздеріңіз. Адам көп, турист деген келіп жатыр, барлығы Инстаграмнан, содан кейін ТикТоктан көрген ғой. Енді біздің өзімізде солай көрдік, Инстаграмнан, ТикТоктан. Мына жерге бару керек, район жаттап алып, сөйтіп метромен түсіп келдік. Метро рахат. Біз енді 20-30 километр жерден келіп тұрық қой, жаяу жүру үшін. Бірталай минут кетеді да, еще аяғыңның шаршағаны бар дегендей. Ал метро рахат, бір төлейсің достар, 20 лира, яғни 380 теңге ма, сондай теңге төлейсің. Жаңағы жерге смело жетесің ғой. Сонысын өте жақсы қылып қойған. Түріктерде метро, қоғамдық көлік дегендер өте жақсы дамыған. Туристер көп болғасын достар. Біздер міне жаңа қонақ үйге келдік, яғни Плат деген отель. Осыдан 5 күнге номер алдық, 170 000 теңгеге. Қазір ішін көретін боламыз. Осындай район осындай тыныш жерде орналасқан екен. Кеттік ал. Ал достар, мынау біздің 5 күнге 170 000 теңгеге алған қонақ үйдің номері. Бағасына сай ма, комментарияға жазыңыздар. Қараңыздар, мына жерде де унитазы, уборный, душы барлығы бар екен. Жақсы. Одан кейін мына жерде спальный. Өте үлкен екен достар. Мынау кеше біздің біріншісін байқадыңдар ма? Кішкентай бір 10 квадрат па сондай еді. Мынау өте үлкен екен. Қараңыздар, мына жерде мини бар береді. Бірақ ішінде ештеңе жоқ, өзің холодильникке толтырасын деп тұр ғой. Потом телевизор, мына жерде шкафтар бар. Енді біздің қонақ үйдің видін көрейік. Қараңыздар. Мынау бұлай бір көшеге қарайды, алды осы жерде. Көрдіңіздер ма? Сары таксилер. Әдем, мына жерде де бір қонақ үй бар, қара, биік еще. Қараңыздар енді. Мына жақтың видін көріңіздерші. Анан қара. Мені камерам алысқа жетпейді. Қараш, Галатский башня тұрғар жақта. Ал достар, біздер атақты Галатский башняға келдік. Қараңдар, бұрын кезінде маяк болған. Биіктігі 67 метр дейді. Бұның ішіне кіру үшін $30 дейді. Қараңдар, 30 евро екен достар. 30 евромен кіруге болады екен ішіне. Бірақ мына жерде кезекті көріп тұрсыңдар. Өте көп айналып кезек толып тұр. Ертең мысалы таңда келуге болады бұл жерге. Біздер енді районға енді келіп жатырмыз ғой. Қараңдар, қандай адамдар айналасында суретке түсіп жатыр. Бізде қазір 1-2 сурет жасаймыз. Сосын бір түнде келеміз. Қараңыздар, мына жерде кафелер бар. Атақты Инстаграмдағы. Сол кафелерден чизкейк, анау-мынау жеуге болады. Өте әдемі қараңдаршы. Мына көзбен көру керек. Күшті көрініп тұр ғой. Біздер жаңа Галатский башняның қасында шоколадный мына Инстаграмға әйгілі чизкейк заказ бердік. Сосын турецкий шай. Мынау қою қылып берген, еще аппашы ғой. Сосын мына қараңдар, біздің видті қараңдар, қандай әдемі болып тұр. Ал біздер жаяу жүрмейін деп, мынаумен мінейін деп жатырмыз. Төленді ма? Маған әкелі. Аха. Так, бұлай отырамыз екен. Ішін қараңдар, өте күшті. Уютно. Міне осылай жүреді екен. Мына жерде бір рулі бар. Сосын мына жерде бір скорсы бар. Адамдар толып жүр ғой айналасында. Барлығы суретке түсіріп жатыр жаңа видеоға. Біздер деген нағыз хит Инстаграмның локациясы, яғни Ортакей деген мешітке келдік. Мына қараңдаршы. Әдемі көрініс қос жер бар ғой. Бүткіл туристер осы жерге келеді. Қараңдаршы, қандай әдемі достар. Осы жерді көзбен көрсем бе екен деп едім. Міне Аллаға мыңда бір шүкір. Осы жерді көзіммен көріп тұрмын ғой. Корабль тұр ғой. Вот.
Адамды қараңдар енді. Масқара ғой мына жерге барлығы жиналады. Көрдіңіздер ма? Осы жер хит деймін, хит. Инстаграмның әдемі локациясы осы. Тиктокта, Инстаграмда әдемі фото-видеолар осы жерде түсірілетіні. Қараңдар, біздер Таксим деген үлкен площадьқа келдік. Өте үлкен, Арбат сияқты осы Стамбулдың. Мына жерде жаңа қызыл трамвайда жүреді екен. Еще мына жерде адамдар, кәдімгі өзі местный адамдары толып жүр. Мына жерде еще қараңыздар, Таксим мешіті. Өте әдемі болып тұр, қараңдаршы. Және де мына жерде көп адамдар, тағы да магазиндер, бутиктер, кәм Арбатта не бар? Дәл сондай заттың бәрін ашып тастаған. Үлкен мынау деген площадь деген. Мына жерде біреудің ескерткіштері. Көрдіңіздер ма? Біз қонақ үйге бара жатырмыз қазір. Сол қонақ үйіміз осы жерде жақын. Осы Таксим көшесі жалпы созылып атқан сияқты. Былай қарай. Жаңа қонақ үйдің таңғасын шейіндеп жатырмыз. Мына жерлерде тек нандар бар. Мына жерде ақ нан, қара нан, сыр, анау-мынау. Бұндай заттар. Сосын мына жерде де мыналар күшті сметан ғой. Йогурт сияқты. Мынада не бар? Жұмыртқа ма? Мынада жұмыртқа бар екен. Сосын тағы бір оралған бірдеңе. Мына жақта заттар. Мына колбаса, огурцы, помидор. И отыратын дизайны күшті екен, қараңыздаршы. Тастар, ескі, кеше мешіттердің іштер сияқты. Біздер міне завтрак ішіп алғаннан кейін жаяу Галатский башынаға қарай бара жатырмыз. Истекляль көшесімен. Кешегі достар қараңдар, ушу көше, таң атпай кішкене адамдар аз болады екен. Қазір 8-ден 40 кетіп жатыр сағат. Туристер тамақ завтрак ішіп жатыр. Біздер сол кезде барып үлгерейін деп отырмыз. Қараңыздаршы. Кеше мына жер деген базар болып жатыр еді. Міне достар, 30 евро, 15.800 теңгедей болады. Осы билетті алдық. Енді қазір кірейін деп тұрмыз на Галатский башынаға. 67 метр. Кезінде маяк болған деп айттым ғой. Ал енді ішін көретін боламыз. Төбесіне Стамбулды қараймыз. Өте керемет. Қараңдаршы, мына жерде ешқандай адам жоқ қой. Уже 9 болып қалды, бірақ әлі турист жоқ. Қазір 10-11-де толады мына жерге. Стау-стауылынан қара. Тұз таспа бірдеңе, мрамор. Көрдің ба? Ана жерде кішігірім очередь бар екен. Күтеміз енді. Билет алмағандар ма аналар? Aşağı tarafta hallediyorsun. Günaydın, merhaba. Так, вау. Қараңдар, мына жермен көтерілуге болады. И мына жерде лифт жасап қойыпты. Бизнесті біледі ғой. Макеті Стамбулдың. Көрдіңіздер ме? Үлкен қала ғой. Былай көрсетейін сендерге. Өте үлкен қала. Қазір енді біз төбесіне мінетін боламыз. Ең төбесінде сыртқа шығатын башнясы бар. Террасыда. Ал мына жерден былай көрініп тұр қазір. Фатих районы ар жақта қараңдар. Судан ары қарай уже сол райондар ғой. Кеше біздің қонақ үй алған жеріміз, бірінші тұрған жеріміз сол. Қазір жақындатып көрейік былай. Вот. Әдемі ғой кәм. Көзбен көру керек достар, налын. Көзбен. Келіңіздер. Көріңіздер тек. Ғашық болып боласыңдар ғой Стамбулға. Келгендер болса ғашық болған шығар, комментария жазып кетіңіздер. Өте әдемі қала. Сұлу қала, тарихи қала. Қараңыздаршы. Көзіңді алмай тұра бересің. Кішкене бұлтты болып тұр да бүгін. Негізі күн ашық болса, сарғайып әдемі көрінеді мына жер негізі. Міне осындай ғажап көрініс, айналып жүре бересің. Мына жағына да баруға болады. Полный айналасындар екен. Ал біздер Долмабахче сарайының алдында тұрмыз. Қазір билетке кезек күтіп тұрмыз. Қараңыздар, өте әдемі сарай. Бұл да бір ескі сарай, алтынмен апталып, күміспен қапталған. Қазір ішіне кіретін боламыз. Бұл жерде соңғы сұлтандар тұрған дейді. Бұл да бір Топкапи сарайынан кейін салынған ау деймін, походу.
Бұл да ескі сарайлардың бірі, қазір ішіне кіргенде көретін боласыздар. Оған дейін қараңыздаршы. Ішіне кірейін деп тұрған кезекті көрдіңіздер ме? Наның барлығы қара. Мына жерде ең соңғы ғой. Осы жерден бастап жылан құсап айналып, мына қараңдар. Мына жерге дейін кезек болып тұр. Қара, сағат қазір 1-дің кезі. Ал билеті мынандай болады екен. 2 адамға 2400 лира болды. Яғни бір адамға 1200 лира екен. 14-15 мыңға жақындайды достар. 14500 или 15 мыңға жақындайды. Қараңыздар, осы жерде енді кішігірім кезек. Осы жерден өтіп алайық, сосын қазір ішіне барғасын түсіретін боламыз. Міне достар, Долмабахче сарайы. Яғни бұл бұрын сұлтандар тұрған, соңғы сұлтандар тұрған, және де Түркияның алғашқы президенті Ататүркте осы жерде тұрған дейді. Қазір енді біздер ішіне кіріп көретін боламыз. Мына жерде Босфорға әдемі көрініс бар. Өте керемет болып тұр достар. Погода да бұлттанып тұр, бірақ салқын емес. Тым тырыс, бірақ күшті болып тұр. Вот достар, арка міне екен. Инстаграмдағы әйгілі арка. Ар жағы Босфорға қарап тұр, көрдіңіздер ме? Өте әдемі. Мына жерде суретке түсіп жатыр адамдар. Енді танымал жер ғой, танымал. Көрдіңіздер ғой, барлығы суретке түсіріп жатыр. Біздер енді мынаның ішіне кіріп көрейік. Бұның ішінде не бар екен? Бұл да үлкен екен, көрдіңіздер ме? Ары қарай созылып жатыр. Ал біздер міне Долмабахче сарайынан шықтық. Жалпы іші ескі, бұрынғы 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрынғы сондай бір нәрселерді көрдік. Ішінде фотоға, видеоға түсіруге вообще болмайды екен достар. Сол үшін біздер түсірмедік. Жалпы 1-2 кадр болды түсірген. Содан кейін ойландық, кішкене бұлар енді ертең жабық көрсетілім, сол үшін шығарған үшін, ютубқа салған үшін бір кішкене бір сотқа береді, анау-мынау деп типа қорқып қалдық. Содан кейін енді міне сыртын түсіріп тұрмыз. Ішін өздеріңіз келсеңіздер түсіріп алыңыздар. Түсіртпейді, бірақ енді сонда да көзбен көріңіздер достар. Мына жерде міне арка тұр жаңағындай. Біздер мынаның ішінен кіріп шықтық. Ішінде енді не бар деймін ба? Ішінде кабинеттер бар. Бұрынғы Ататүрк президенттер отырған, оның алдында сұлтандар отырған кабинеттер. Содан кейін үлкен 5 тонналық люстраны көруге болады. Лестница мрамордан жасалған лестница, жаңағыдай стеклодан жасалған сондай әртүрлі заттар бар. Құмыралар ұсталған баяғы кеше Топкапи сарайы сияқты. Теңіздің жағасында тамақ жейде отырмыз. Қараңдаршы, мына тамақтың өзі бір 25 мыңға жақындап қалды. Мынандай вид үшін алып жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет. Круиз келіп тұр ғой достар мына жерге деген. Және де мынандай бір табиғатпен. Ура, достар, қараңдар, кім келіп тұр маған? Hello. Мә. Көрдіңіздер ме? Күшті чайкілер адамнан қорықпайды, үйренген ғой бұл жерде деген. Ана морков анау-мынау берсең жемейді, өздерінше. Фри берсең жейді. Гранд базар деген өте үлкен базарда жүрміз. Қараңыздаршы, бұлай да созылып жатыр. Бір жақсы, мына жақта жабық, көрдіңіздер ме? Ескі базар бір. Төбелерінен барлығы жабық. Жаңбыр жауса да су болмайды, қар да жатпайды достар. Өте керемет, көрдіңіздер ме? Бұлай қарай созылып жатыр. Бірақ енді бағаларын жазбаған. Мысалға керек заттың барлығы бар. Аксессуар керек па, алтын керек па, мынандай жерде мынандай орамалдар, сумка керек па, мына ағзаға пайдалы өте керемет чайлар. Мына жігіт жібергісі келмейді, мынандай чайда ұсынып жатыр. Короче, ментол қосылған чай екен. Мына бір чайный. Өте андай көзің ашиды ішкенде. Гриппке, мұрын бітуіне пайдалы дейді. Искейсің ғой, мұрның ашылып кетеді ғой. Түсіріп берді, короче, барлығынан 300-ден 250-ге, 200-ге түсірдік әйтеуір. Чайлардың барлығын. Өте керемет кісі екен. Молодец. Достар, осымен Стамбулда саяхатымыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Барлығымен таныстыңыздар, көрдіңіздер.
бағаларын білдіңіздер достар, өзіміздікімен салыстырдыңдар. Давайте достар, лайктарыңды міндетті түрде басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Нұрай, саған ұнады ма, қалай? Соңғы сөзің? Иә, маған Стамбул өте қатты ұнады. Бір емес, бірнеше рет келетін қала екен. Иә достар, аман сау болыңыздар. Давайте сіздерге де шетел көру бұйырсын.